ана жақта нең бар сенің ауылың тірлік істемейсің бе, осы ауылға депутатсың ғой. Түркістан облысының Қазығұрт ауданында су басқан ауыл тұрғыны депутатқа телефонмен хабарласып, ұрсып тастады. Бұл экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Видео TikTok желісінде хит. Зейнеткер телефон арқылы ренішін айтып тастады. Ой, әкімшілігіңді басқа уақытта істе, мынандай жағдай болған уақытта. 75 жасар апамыздың есімі Сусар Жонасова. Депутатпен тығыз байланыста екен. Оны алдыңғы видеодан байқауға болады. Жаңбырдан кейін ауылды су басқанда депутатпен сөйлесіп, шақыртуды апамызға жүктеген. Кейуананың сөзі өтіп тұр ғой шамасы. Халық қалаулысы 1-2 сағаттан кейін келген. Тұрғындармен кездескен. Ал әкімдік зақым келген үйлерді, қораларды жөндеп береміз депті. Әр тұрғынға шығын ретінде 100 000 теңгеден берілді, депті апамыз. Ақпараттың толық нұсқасы сайтта.